диабет ауруына біздің қаламызда шалдыққан кісілер саны жетерлік. Бұл ауруға келетін болсақ, бұл ауру негізі бүйректің қызметін атқаратын вазопрессин гормоны жетіспеушілігінен пайда болады. Вазопрессин гормон дегеніміз ол антидиуретикалық гормон болып есептелінеді. Сол жетіспегеннен бүйректің несепті концентрациялау қызметі төмендейді. Сондықтан осы ауру пайда болады. Осы ауруға келетін болсақ, ол екі түрі болады. Орталық және бүйректік. Орталық дегеніміз ол бас миының гипоталамо гипофизарлық жүйесіне байланысты. Ондағы ісіктердің пайда болуынан ауру дамиды. Ал екінші түрі бүйректік, ол бүйрек аурулары немесе тұқым қуалайтын аурулардан пайда болады. Негізгі клиникалық белгілері ең бірінші полидипсия. Полидипсия дегеніміз ол қатты шөлдеу. Екіншісі кіші дәретке жиі бару. Оны полиурия дейміз, және никтурия. Никтурия ол түнгі уақытта жиі дәретке отыру кісінің. Және де психикалық ақаулықтар болуы мүмкін. Науқаста тез ашуланшақтық, сосын ұйқысының бұзылуы, және кіші дәретке жиі барғаннан адам солай көп су ішкеннен психикалық ауруға шалдығады. Сондықтан оны көптеген аурулармен дифференциалды диагностика жүргіземіз. Айыру үшін осы айтамыз истинный, осы нағыз осы қансыз диабет па, әлде ол психикалық ауру ма. Сонымен қатар оның тағы басқа белгілері адамның слабость болады, әлсіздік, терісінің өте құрғақ болуы. Сонымен қатар егерде асқынып кетсе, науқас тез арада көмекке жүгінбесе медициналық, ол лихорадка, дене қызуының көтерілуі, қатты жүдеу, көптеген салмақ жоғалту. Ауыр жағдайларда көп кісілер 20 литрге дейін зәр шығарады. Ол дегидратация дейміз, адамның сусыздануына алып келеді. Ол даже комаға айналып келуі мүмкін, уақытысында емделмесе. Оның емі тек қана осы вазопрессин гормонымен емделеді. Соны беру арқылы адамның жағдайын жақсартуға болады. Оны анықтау үшін де көптеген пробалар жүргізеді, сол ауру емес па, сол ауру ма. Сондықтан мені сухоедение дейміз ғой, қазақшасын білемін қалай сухоедение. Адамға вообще су бермейді. Су бермейді, сұйықтық ішкізбейді ешқандай мөлшерде. Тек қана құрғақ тамақтар ішу арқылы бүйректің қызметін анықтаймыз, қалай жұмыс істейтінін. Содан кейін барып, вазопрессин дәрмегін беріп, одан кейін адамның зәрін алып, соны қарайды. Ешқандай өзгеріссіз қалса, онда осы қантсыз диабет деп анықталады. Және бір ескеретін жағдай, қантсыз диабет дегені сол қант мөлшерінде өлшейміз. Себебі науқаста жиі шөлдеу, жиі дәретке бару болмасын, оны қант диабетімен де дифференциалды диагностика жүргіземіз. Ол кезде адамда қант мөлшері нормада болады, өзгеріссіз болады. Бұл тек қана вазопрессин гормонымен басқаша винирин деп айтылады. Оның тіл астына қоятын түрі болады, таблетка түрінде, және мұрынға шашу арқылы емделеді. Гормонды беру арқылы. Егер дер кезінде адам емдесе, ол аурудан толық емделмеген, постоянно сол гормон алмастырушы түрінде қабылдап отырады.